Жамбыл облысында жылына 800 мың тонна күкірт қышқылын өндіретін жаңа зауыт іске қосылды. Кәсіпорын Сарысу ауданында ашылып отыр. Ірі жобаны Еурохим халықаралық компаниясы қаржыландырған. Жаңа өндіріс орны аудан мен облыс тұрғындарын тұрақты жұмыспен қамтуға мүмкіндік береді. 3, 2, 1. Завод іске қосылды. Құтты болсын. Сарысу ауданында іске қосылған жаңа зауыт өңірдің химия саласына тың серпін бермек. Кәсіпорын жылына 800 мың тонна күкірт қышқылын өндіруге қауқарлы. Өнім ауыл шаруашылығы, энергетика, металлургия және машина жасау салаларында кеңінен пайдаланылмақ. Жобаның жалпы инвестиция көлемі $170 миллион. И мы планируем и дальше развивать. Кешен толық қуатында жұмыс істегенде жылына 1 миллион тоннаға дейін минералды тыңайтқышпен өнеркәсіптік өнім өндіріледі. Сәйкесінше химия кешені толық іске қосылғанда жұмыс орындарының саны едәуір артады. Сондықтан облыс әкімдігі мен техникалық колледж ашу мәселесін талқылап жатырмыз. Мұнда жұмысқа алынатын мамандар осы өңірде тұрып еңбек етеді. Жаңа өндіріс орны өңірдегі жұмыссыздық деңгейін төмендетуге де ықпал етпек. Қазірдің өзінде зауытта 330 адам тұрақты жұмысқа орналасқан, ал жоба толық қуатына көшкен кезде 1200-ге жуық жаңа жұмыс орны ашылады деп күтілуде. Жамбыл облысы бізде Қазақстанда химия өндірісінің орталық деп санауға болады. Облысымызда 44 ірі және ортанша кәсіпорындар, химия саласында кәсіпорындар жұмыс атқарып отыр қазіргі таңда. Яғни осы кәсіпорын 45-ші болып табылады. Айта кетейік, биыл Жамбыл облысына 470 миллиард теңге инвестиция тартылған. Жыл соңына дейін тағы 47 жаңа өндіріс орнын ашу жоспарланып отыр. Ал алдағы 4 жылда жалпы құны 5,6 триллион теңгені құрайтын 116 жоба жүзеге асырылады. Нәтижесінде 20 мыңға жуық жаңа жұмыс орны ашылады деп күтілуде. Махаббат Құсайын, Мейрамбек Сағынов, Эльдар Түстікбай, Қордай 24 Ньюс.